таразыны қажет етпейтін, барлық үйден табылатын, құрамы өте қарапайым, осындай жұмсақ, барлық жері пісіп шығатын, шаймен керемет үйлесетін пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа, 12 ас қасық қантты салып, миксердің көмегімен 2 есе көтерілгенге дейін миксерлейтін боламыз. Міне массамыз осындай аппақ болып 2 есе көтеріледі. Барлық қосылатын заттарды ас қасықпен өлшеп саламыз. Бұл жерде сұйық май 12 ас қасық және сүт. 1 шай қасық қопсытқыш және де 12 ас қасық ұнымызды салып, барлығы біркелкі болып араласқанға дейін араластыратын боламыз. Яғни ішінде ешқандай комочка қалмау керек. 28 сантиметрлік формаға пергаментте қағазды төсеп, қызып тұрған пешімізге саламыз пирогымызды. Әсемдеуге келетін болсақ, мен шоколад турап салдым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мінекей әдемі болып пирогымыз осылай болып пісіп шығады. Сіздерге кесіп көрсетейін, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарияға жазып, маған тіркеліңіздер.